40 күн өтті, дүниеден өткеніңе, қоштасып бізден мәңгі кеткеніңе, рухына бас иіп еске аламыз, амал бар ма тағдырдың өткеніне. Ақ көңіл қойдан жуас қоңырым деп, еркелетіп өзіңді, асыл анаң, қоң етіңде арамдық жоқ, таз ет сенің жаның, асыл ағам. Ақ жүрегің айнадай боп, кір шалмаған көңілің, біреуге қиянат ойламайтын адал еді өмірің. Мейірімді, кең пейілді, бәріне бірдей қараған, кір шалмаған, ел білетін көңіліңді, ешкімге жамандық қылмаған, ешкімге арамдық ойламаған асыл ағам. Жаның жәннат бақтарында нұрға бөленіп жатқайсың, анаң айтқан қоңырым боп, Алланың панасында болғайсың, дей келе, ағам қоңырдың өмір жолына тоқталайын. 1955 жылы Абай ауданы Қызылту совхозының Қызыл Қайнар жайлауында дүниеге келген. Сол бұлақтың атымен қоңырдың есімін Қайнарбек деп қойған. Бірақ соғыстан кейінгі жылдар елдің еңсесі бірден көтеріліп кеткен жоқ. Тіршіліктің тауқыметі ана иығына түсті. 3 баласын ел қатарына қосу үшін ол таң сәріден өгіз арбаға соқа жегіп, шөп шауып, еңбек етті. Сол аралықта кішкентай сәби Қайнарбекті нағашы атасы әжесінің құшағында мейірімге толы ата әжесі еркелетіп қоңырым деп атаған. Кейін келе көршілері, содан ауыл, мектеп, тіпті барлық достарының арасында қоңыр деп аталып, Қайнарбек есімі мүлдем ұмытылып кетеді. Қоңыр, асыл ағам, есімің балалықтың иісі, есімің ана назының табы, есімің ата әже мейірімінің шуағы. Содан 1963 жылы мектеп табалдырығын алғаш ашып, 1973 жылы Молдағалиев атындағы орта мектепті бітірді. 2 жыл Совет армиясында өз борышын өтеді. Армиядан келген соң туған жері, туған елі, Қызылту совхозы, қазіргі Тоқтамыс ауылында еңбек жолын бастады. 1978 жылы өзінің адал жары, сенімді серігі, қолдаушысы, махаббаты Дәкенмен отау құрып, дүниеге 4 перзент келіп, ордалы отбасына айналды. Әке ойы, әке арманы. 4 баласын ешкімнен кем қылмаймын деп, шабындыққа, жаздың аттаған ыстығында ен далада жататын жері вагонотка. Вагоноткада 2 аптада 1,5 күнге келетін еді. Сол 1,5 күні отбасы бала шағасының қасында болудың өзі бір той еді. Ал сол көк трактормен қыстың сақылдаған сары аязында таңғы 4-те қараңғыны қақ жарып кетіп, қыстақ-қыстақты аралап, трактормен малға көже таситын. Содан түнгі 12-де үйге қалжырап, шаршап оралатын еді. Бірақ балалар үшін еңбек еткен қоңыр бұл өміріне өте ризашылықпен, әр сәтінен қуаныш таба білді. Өкінішке орай, алғашқы перзенті бірін әке, бірін ана атандырған арайы өмірден ерте кетіп, жүрекке жазылмас жарақ салды. Қалған 2 ұлы мен 1 қызы бүгінде бір ат басын тірейтін, тамыры тереңге жайылған ордалы отбасына айналды. Бұл әке тәрбиесінің, ана мейірімінің, шаңырақтағы береке мен бірліктің, ынтымақ пен сыйластықтың жемісі деп білемін. 1997 жылы күзде Семей қаласына көшіп келіп, бар ғұмырын балаларының болашағына арнады. Балаларын оқытып, қатарға қосты. Семейдің 4 бұрышын көрді десек артық емес.
әуелі 8 километрге, кейін Каскрайда, одан соң Энергетикті, артынан Водныйда тұрды. Әр мекен оның өмір жолындағы бір белес, бір естелік еді. Уақыт өте келе, кіші ұлы Елжастың қызметі Астанаға ауысып, қалған өмірін сол баласының қасында өткізді. Бүгінгі күні 16 немеренің атасы, қоңырдың ғұмыры, қарапайым ауыл азаматының шынайы да шырайлы өмір жолы. Ол артына өшпес із, өнегелі әке, ұрпағына үлгі боларлықтай асыл мұра қалдырды. Жайлаудың қоңыр желіндей мінезі жұмсақ, жүрегі кең азаматтың жарқын бейнесі оны білетін жандардың жадында мәңгілік сақталмақ.